Сәлем достар, бүгін сіздермен пайдалы әрі дәмді конфеттер жасайтын боламыз. Дайындалуы өте оңай әрі тез. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Конфеттерімізді дайындау үшін бізге бір банан, 50 грамм сухофрукты, мен құрма және қара өрік алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген сухофруктыны алсаңыз болады. 100 грамм сүзбе, 15 грамм какао, 1 ас қасық бал. Бал болмаса, оның орнына қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Барлығын блендер арқылы өткіземіз. Массамызды блендерден өткізіп алдық. Енді формасын ұстап тұру үшін кокосовый стружка мен құрғақ сүтті пайдаландым. Құрғақ сүтті не болмаса кокосовый стружканың екеуін пайдалансаңыз болады. Егер екеуін де пайдаланғыңыз келмесе, сары май не болмаса печеньені блендерден өткізіп пайдалансаңыз болады. Кокосовый стружка консистенциясына байланысты әртүрлі болғандықтан, кейбіреуі құрғақ, не болмаса ылғалды болып келеді. Сондықтан 3-4 кезеңге бөліп қосамыз. Біздің массамыз формасын ұстау керек, сондықтан өздеріңіздің консистенциясына қарайсыздар. Егер сұйықтау болып көрінсе, кокос стружкасы не болмаса құрғақ сүтті қосып жіберсеңіздер болады. Конфетімізге шоколад дәмін беру үшін және структурасын ұстап тұру үшін 50 грамм шоколадты қолдандым. Шоколадты микроволновкада не болмаса түбі қалып сотейникта ерітіп аламыз. Не болмаса водяной баняға ерітіп алсаңыздар да болады. Енді осы дайын болған массамызды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін конфеттерімізді формаға келтіреміз. Мен грек жаңағынан үлкенде өлшемді алдым. Дөңгелек формаға келтіріп алып, сыртын безендіру үшін кокосовый стружка, күңгірт және шоколадты түсті посыпкалар алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты ұнтақтар, не болмаса жаңғақтарды ұнтақтап, соларды пайдалансаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.